Өзіміз тек қана екі жұма бұрын ғана ауған соғысы неше жылы болды, неше жылы аяқталған екенін өзіміз яғни жылы ғана білдік. Және осы жерде осы соғыс қазақ балаларына керек болды ма деген сұрақ туындайды. Себебі жас балаларды қазақтарда 18 жасында олар әскер бітірді. Содан кейін оларды ешқандай дайындық бермей оларды бітірген болатын. Яғни осы ардагеріміздің сөзінен қазіргі таңда осы ауған соғысына қатысқан ардагерлеріміздің дәрежесі төмен екенін, сонымен қатар екі топқа ғана кетсек. Ал басқа күндері оны тіпті кім екенін өзі мүгедек адам ол айына 22 мың теңге ғана алып, және де біздің ойымызша бұл өте аз, себебі мысалы сол 22 мың теңгенің өзі тек қана тамаққа кететін сияқты. Түркменстан, Эстония, Армения, Латвия, Литва елдерінде осындай көмектер мүлдем жоқ. Иманбергенов жолындағы ардагеріміз айына 20 мың теңге алады. Сонымен қатар 32 жыл ішінде 18 жерде ғана сауықтыру орындарына барған. Және осы ауған соғысына ардагерлерін ұлы отан соғысына ардагерлерінен құрметті дәрежеде жеткіземіз. Сонымен қатар бүгінгі ойынға маған берсе, менің ойымша бүгін ойлар тапсырысы болды, және де ойын сіздерге қонақта деп ойлаймыз. Аман сау оралып, жеттіңдер арманға, ал бірін оқ ұшып, кеттіңдер арманға. Кімдердің жер үшін